Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп видеоға лайк басып кетуді ұмытпайық. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Бірінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Сабақтың о бастағы мағынасы тіпті басқаша. Араб тіліндегі сабақ сөзі таңертең деген мағынаны білдіреді. Оның ауыспалы екінші мағынасы таңертең келу. Оқудың көбіне таңертеңгілікке басталатынын ескерсек, сабақ сөзінің таңертең оқуға келу мағынасын беретіндігін байқаймыз. Мәтінге ат қой. Мәтіннің аты сабақ. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жаз. Сабақ сөзінің тура мағынасы нені білдіреді? Сабақ сөзі қай тілінен енген? Сабақ сөзі оқуда көбіне ертеңгілікте басталатынын ескеру. Екінші тапсырма: жұмбақты шеш және оны көшіріп жаз. Антонимдердің астынсыз. Мұртын сипап күн бойы, бетін сусыз жуады. Сырды аңдып түн бойы, тышқанды көп қуады. Мысық. Бұл жердегі антоним сөз сусыз және тышқанды. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдап тиісті белгімен белгіле. Сусыз, су, түбір, сыз жалғау, тышқан түбір, ды жалғау. Үшінші тапсырма: берілген тақырыппен тірек сөзді оқы. Бұл мәтінде не туралы айтылуы мүмкін? Кітаптар мұңы. Тірек сөздер: жыл соңы, мектеп кітапханасы, жыртылған кітап, сызылған кітапша, мұңдарын шағуы, кітапханашы. Тақырып және тірек сөздермен шағын әңгіме құрастыр. Кітаптар мұңы. Бір күні кітапханашы кітапханаға кірген кезде жыл соңындағы жиналған кітаптарды көреді және осы кітаптар мектеп кітапханасында тұрып, кітапханашыға мұңдарын айтып бастайды. Мені ием сызып және бояп, жыртып ұстады деп мұңдарын шағады. Бұған кітапханашы қатты ренжіп қалады. Тақырып және тірек сөздермен шағын әңгіме құрадық. Кітап, кітапша және кітапхана, кітапханашы сөздерді қандай сөздер? Бұл сөздер түбір сөздерге жұрнақ жалғанған сөздер. Төртінші тапсырма: берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратып, кестедегі тиісті бағанға орналастыр. Кезекшіге, кезекшіге. Достықты, достықты. Сөздікпен, сөздікпен. Іскер, іскер. Сыйлық, сыйлық. Уақыты, уақыт. Бесінші тапсырма: сөздерді оқып, бәрі түбірлес сөздер бола ала ма? Тек түбірлес сөздерді теріп жаз. Әр сөздің түбірін тиісті белгімен белгіле. Бала, балақай, балақан, баламен, балалық. Сый, сыйлау, сыйлық, сыйлы. Ек, егін, егіндік, егінші, егінді. Бұл жердегі барлық сөздер түбірлес сөздер бола алады. Осымен тапсырма аяқталды. Егер түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияда сұрауларыңа болады. Видеоға лайк басып, комментария жазып және каналға тіркелуді ұмытпайық.